Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін қалалық әдістемелік кабинеттің жоспарына сай Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай номері 1 педагогикалық колледжінің ұйымдастыруымен Абай әлемі қалалық әдеби танымдық интеллектуалды іс-шарасы өткізіліп отыр. Іс-шараның мақсаты ұлы Абайдың мұрасын зерделеу, насихаттау арқылы жас ұстаздардың әлеуетін интеллектуалдық тұрғыда арттыру болып табылады. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы 1995 жылы ЮНЕСКО деңгейінде атап өтілген Абайдың 150 жылдық мерейтойында Абайдың тағдыр мен рухани ізденістерінің қиыры мен шиырын, тұңғиығы мен тұтқиылын жіті пайымдап, дұрыс қорытынды шығара білсек, басымыздағы дәуренмен талай сабақтастықты танып, нәрін бойымызға сіңіруге болады. Абай қиын заманда ғаламат тәуекелге бара алған ерекше рух иесі деп Абайдың әлемдік тұлға екендігін айтып өткен болатын. Көрнекті қазақ Абайсыз бізді өзгелер қалай ұғар деген өлең жолдарының өзі-ақ халқымыздың маңдайындағы күні, таңдайындағы үні болған теңіздей терең данышпан бабамыздың керемет құдіретін жеткізіп тұрғандай. Абай Құнанбайұлының шығармаларында қамтылған сияқты поэзия, өнер, философия, дін, тарих, музыка, этика, педагогика және тағы басқа салалар. Абайды әлемге танытқан заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов Абай дария деген болатын. Сондай дариядан барынша сусындаған жастар болашақтан үлкен үміт күтуге болады. Демек, жастар тәрбиелеп отырған әрбір білім ордалары оқу тәрбие жұмыстарында ұлы ақын мұраларын оқып үйреніп, оны басшылыққа алып отыруы керек. Құрметті әріптестер, биыл ұлы ақынымыз Абайдың 175 жылдығын атап өту барысында қалалық кабинет түрлі форматта бірнеше іс-шаралар ұйымдастырып өткізді. Осы өткізіліп жатқан іс-шаралар оқу процесін ұйымдастыруда, студенттерді тәрбиелеу мен білім нәрімен сусындатуда көп көмегін тигізеді деген үмітпен сіздердің назарларыңызға ұсынылған бағдарламаға сәйкес әрі қарай іс-шарамызды жалғастырамыз. Назарларыңызға рахмет. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, құрметті Әсет Карифулевич, құрметті ойынға қатысушы жас ұстаздар. Бүгінгі қала деңгейінде ұйымдастырылып отырған Абай әлемі атты интеллектуалдық ойынға қош келдіңіздер. Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толуына орай еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Абай және 21 ғасырда Қазақстан мақаласында Абай мұрасы біздің ұлт болып бірлесуімізге, ел болып дамуымызға жол ашатын қастерлі құндылық дей келе, биылғы бәйгелер Абай шығармашылығына арналады деп айрықша атап өткен болатын. Осы ойды мақұлдай отырып, білім басқармасының қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығының техникалық және кәсіптік білім беру бөлімінің қолдауымен колледж ұжымы Абай әлемі атты техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының жас мамандар арасында интеллектуалды ойынды ұйымдастыру жоспарланды. Бүгін сәті түсіп, сіздермен осы ойынды тамашалауға жиналып отырмыз. Ойынның қызықты болуы ойыншыларға
олардың интеллектісіне, қарым-қатынастағы ашықтығына тікелей байланысты. Сондықтан ойыншыларымызға сәттілік тілеймін және белсенді болуларын сұраймын. Ойынды Zoom бағдарламасы арқылы тамашалап отырған көрермендерге түсінікті болу үшін анықтап айта кеткім келеді. Негізгі экран деп жазуы бар терезеден ойынның барысын тамашалай аласыздар. Ойын алаңында 3 интерактивті панель орналастырылған. Ортада орналасқан панельде сіздердің назарларыңызға демонстрация жасалып отырған презентация көрсетіледі. Сол қол жағымызда таймер орналасқан. Ойынға берілген уақытты көрсетіп тұрады. Оң қол жағымызда білгіштер мен тапқырлар командасының ұпайларын есептеп көрсететін табло орналасқан. Барлығы осында анық көрініп тұрады. Назарларыңызға рахмет, істеріңізге сәттілік. Ендігі сөз кезегін ойынның жүргізушілеріне берейік. Ойынның жүргізушілері номер 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінің орыс тілі мен әдебиет пәнінің жоғары санатты оқытушысы, жалпы және кәсіптік білім беретін пәндік циклды комиссияның төрайымы Алма Әуелбековна Капасова. Түйселбаев Құмар, негізгі орта білім беру мамандығы бойынша 4-ші курс студенті. Құрметті қонақтар, қазақтың бір туар ұлы, данышпан ақыны, қазақ әдебиетінің ақ перен арысы Абай Құнанбайұлының шығармашылығына арналған Абай әлемі атты әдеби танымдық интеллектуалды ойынымызға қош келдіңіздер. Dear ladies and gentlemen, this year we are celebrating the 175th anniversary of the great Kazakh poet and educator Abay Kunanbayev. Now, you are welcome to our intellectual show. Мы рады приветствовать вас на нашем мероприятии, который посвящен великому казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву. И это еще один повод обратить внимание на духовное развитие нации и всего казахстанского народа. Жалпы бүгінгі интеллектуал ойынымызды бастамас бұрын ойынның шартымен таныстыра кетейін. Ойында 2 команда қатысады. Білгіштер командасында шет елдегі және республикамыздың зиялы қауым өкілдері ойнайды. Ал тапқырлар командасында техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының жас мамандары қатысады. Команда капитаны тағайындалады. Әр дұрыс жауапқа 10 балл беріледі. Білгіштер командасы сұрақ қояды. Егер де тапқырлар командасы дұрыс жауап бермесе, балл білгіштер командасы. Ол алуға 1 минут уақыт беріледі. Сұраққа уақытты күтпей бірден жауап берсе де болады. В данной интеллектуальной игре участвуют самые эрудированные, талантливые, интеллектуально просвещенные молодые педагоги колледжа города Алматы. А теперь давайте познакомимся с нашими. Асрапулов Фернат Абдразақов, номер 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінің дене шынықтыру пәнінің оқытушысы. Мүбәрак Назерге, номер 2 Алматы мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінің қазақ тілі пәнінің оқытушысы. Көпенова Айым Ерланқызы, Алматы қаласы полиграфия колледжінің қазақ тілі әдебиет пәнінің оқытушысы. Қалмет Жансая Бағдатқызы, Индустрия және қонақжайлық индустриясы колледжінің ағылшын тілі пәнінің оқытушысы. Тұрсын Ботагөз Сейілтақызы, Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжінің қазақ тілі әдебиеті пәнінің оқытушысы. Жетелева Қарлығаш Құрманғазықызы, Алматы политехникалық колледжінің ағылшын тілі пәнінің оқытушысы. Сабыр Ұлына Бақытқызы, Алматы политехникалық колледжінің орыс тілі әдебиеті пәнінің оқытушысы. Сабыр Ұлдана Бақытқызы, Ғалихан Синкарұлы, номер 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінің тарих пәнінің оқытушысы. Дәуренханова Жанар Жұмаханқызы, номер 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінің
Білгіштер командасындағы ғалымдар, қоғам қайраткерлері ұлы Абайдың мұрасын терең зерттеп, зерделеуші, насихаттауда Абай өнегесін жас ұрпақтың санасына сіңіріп, саналы ғұмырларын өскелең ұрпақ тәрбиесіне арнап жүрген педагогтарымыздың еңбегі зор. Ойыншыларға қарсы сұрақ қоюшы зиялы қауым өкілдерімен таныс болыңыздар. Давайте теперь познакомимся с нашими знатоками. Ақын сазгер, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, Ыбырай Алтынсарин медалі иегері, Абай мен Мұқағали мұраларын насихаттаушы, ұстаз, Алматы облысы тіл оқу әдістемесі Алматы қаласының құрметті азаматы Қамыр Тәлімұлы. Абай танушы ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінің Отырар кітапханасының ғылыми орталығының бас ғылыми қызметкері Тұрсын Жұртбаев. Филология атындағы Қазақ ұлттық университетінің қазақ тілі мен әдебиеті теориясы кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты Қалқабаева Сәлима. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің PhD докторанты Сейтқазы Эльмира. Түркия мемлекетінің Анадол қаласы, Еркан лицей колледжінің ағылшын тілі оқытушысы, біздің түлегіміз Жайнақова Ана. Абай академиясы ғылыми зерттеу институтының директоры, философия ғылымдарының PhD докторы Карабаев. Философия гуманитарлық институтының қазақ және орыс филологиясы кафедрасының филология ғылымдарының кандидаты, доцент Дәуренбекова Лаура. Нөмір бірінші Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінің жоғарғы санаты орыс тілі мен әдебиеті оқытушысы, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, Ыбырай Алтынсарин медаль иегері Юнусова Майра. Қазақтың ұлттық педагогикалық университетінің информатика және қолданбалы математика кафедрасының оқытушысы Сәбит Ботагөз. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ұстазы, доцент, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткер, дәстүрлі әнші, ұстаз, ертеуші. Филология атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология және әлем тілдері факультетінің шет тілдері кафедрасының аға оқытушысы. Жоғарғы санат оқытушысы, кафедра меңгерушісі. Колледждің орыс тілі мен әдебиет пәнінің жоғарғы санат оқытушысы, кафедра меңгерушісі. Таныс болыңыздар, бүгінгі ойымызға төрелік етушілер. Алматы қаласы білім басқармасы қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми әдістеме орталығының техникалық және кәсіптік білім беру бөлімінің жетекшісі Сүлейменова Гүлнар Жәлеловна. Аталған бөлімнің қызметкері Тәңірбергенова Гүлайым Батырхановна. Нөмір бірінші Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогикалық колледжінің директорының оқу ісі жөнінен орынбасары Алимжанова Асет Батырхан. Познакомились со всеми участниками игры. Уважаемые игроки, один из условий является, вы должны выбрать капитана команды. Поэтому давайте согласованно выберите себе капитана команды. Ne oldu? Ha? Естілмей жатыр. Дауыс шықпай жатыр, дауыс естілмейді. Дауыстарыңыз естілмейді. Жақсы. Дауыс естілмейді. Таңдадық па? Аха, Жанар. Мен істеймін, өшірейді. Жақсы. Мен үшінші пәннің мұғалімі Ернар ағайымызды капитан команда етіп сайлап отырмыз. Жақсы. Бірауызда. Бәрекелді, Ернар. Аха, жақсы, рахмет. Ернар. Жақсы. Сонымен бір ауыздан сіздер Ернат
таңдап алдыңыздар. Да, Ернат, мы вас поздравляем. Вы Насколько будет игра интересна, значит, Ернат, так как вы являетесь капитаном команды, вам решать, кому отвечать на вопрос. Поэтому мы вам желаем удачи. Кеттік бастайық ойынымызды. Let's start with your success. Құрметті ойыншылар, яшықтарға таңдау жасаңыздар. Сіздерді камерадан көріп отырсыздар. Жақсы. Командамыз екінші яшықты таңдады, выбрали. Біз екіні. Сразу же, обратите внимание, сразу же такой вопрос интересный, да? Көрерменнің сұрағы, вопрос от зрителей. Ну вот так вот она и есть игра, поэтому, уважаемые зрители, гости нашей игры, мы ждем от вас вопрос. Енді абайды бәріміз білеміз, жан-жақты білеміз, сондықтан осы сұрағым сіздерге түсті. Құрметті біздің қонақтарымыз, көрерменнің сұрағы дейді. Сіздерде сұрақтарыңыз бар ма? Қатысушыларымызға. Ал көрермендер, белсенділігі арттырамыз. Бар ма сұрақтарыңыз, құрметті қонақтарымыз? Әріптестер, сіздерден сұрақ. Чатқа кіргелік шығарсыз? Может чаттан бері жіберіп жатыр ма екен? Әзірше сұрақ қоймай тұрып, құрметті ойыншылар, тағы да естеріңізге сала кетейін. Ойлануға 1 минут уақыт беріледі. 1 минут. Абайдың қанша поэмасы бар? Абайдың қанша поэмасы бар? Минутқа жетпей жауап беріңіз. Жақсы, сұрақ қойышы. 3 поэмасы бар. Сұрақ қойышы. Познакомьтесь, пожалуйста. Кто у нас вопрос задает? Рахмет сұрағыңызға. Көп рахмет. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Номер 2 педколледж, Құлтайбаева Гүлмира Мұхамбетқали-қызы. Сұрағыңыз түсінікті, сұрағыңызға бізде жауабымыз бар. Сондықтан да бізде жаңа күн сұлуға бірінші түседі деп, біз енді қыздарымыз жауап береді, айым жауап берсін. Үш поэмасы бар. Масғұт, Әзімайын дүниесі, Ескендір. Соның ішінде Масғұт поэмасы аяқталмаған. Жақсы. Жауап қабылданды. Енді сізден дұрыс жауапты күтеміз. Сіз өзіңіз дұрыс жауап берді ма? Дұрыс 3 поэмасы бар. Дұрыс. 1 поэмасы аяқталмаған. Жақсы. Рахмет, айым. Так, ойын жақсы басталып жатыр. Хорошо, мы вас поздравляем. 10 баллов вашу копилку. Игроки, молодцы. Келесі сұрақты танасаңыз да, азаматыңыз экранда. Мына жақта камера. Яшық. 7-ші яшық дейді, қасиетті сан ретінде. 7-ші сұрақты ашайық. 7-ші сұрақ, сізде видео сұрақ. Сұрақ. Өздеріңді түзелер дей алмаймын, өз қолыңнан кеткен соң енді өзірқан деген өлең жолдары Абайдың қай өлеңінен алынған? Ақын қай кезеңді суреттейді? Жақсы, ойлануға 1 минут уақыт беріледі. Уақыт кетті. Қайра деймін қыздан қайра. Сол. Оланы неге байланысты жоқ оғанда? Алмаханов айтады, ойыншыларымыз зер салып шықпияқтылар. Керемет, ойыншылар жақсы бастады ойынды. Мен ойынша 10 балды бірден өздерді қоржындарына түсірді. Ойыншыларымызға әділге байланысты едіңіз. Заңға 21 секунд. Өз ойларыңызды еркін. Жаңа заңға байланысты жасалған
10 секунд қалды. Назами ма? Иә, Низам. Низам. Жаңа Низам. Жаңа Низам заңына байланысты. Иә. Ал айта. Ермат, ал сіздің командаңызға команда ойлана отырып, енді бұл нақты қай өлең екенін атын білмей отырмыз. Енді нақты тұжырым бойынша мына камераға қарасаңыз, камераңызға. біздің тұжырым бойынша енді тарихшылар қай ғасырға байланысты шолу жасап отыр. Енді Әбілқасым толық жауап береді деп ойлаймын. Жақсы, Әбілқасым сізге жауап күтеміз. Тарих ретінде жауап беретін болса, 19 ғасыр мен 20 ғасырдың басын қамтитын жаңа заң бойынша, жаңа низам бойынша қалың елдің қазағын қайран жұртын алған және сол заңды астарлап жеткізетін халықтың тұрмыс тіршілігіне қандай заңды қалай қабылдануына байланысты. Жаңа заңға көзқарасы. Біздің жауабымыз осы, иә, жауап. Жаңа низам. Жаңа низам заңы. бір шумақ Айта қойыңыз. Біз айтамыз. Қалың елім қазақ қайран жұртым. Старасыз аузыңа түкістің ұрттың. Жақсы менен жаманды айырмадың. Бірі қан, бірі май болайын деп тұрдың. Бұл өлең жолдары Абайдың «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» өлеңінен алынған. Ақын 19 ғасырдың екінші жартысы мен 20 ғасырдың басындағы елімізде келген жаңа низам заңының қазақ халқына кері әсері болғандығын астарлап жеткізеді. Поздравляем! Жарайсыңдар. Рахмет. Ерған, сіз қай yaşты таңдайсыз? Көруге болмай ма? Мына экраны емес, қатысушылар түсіріп тұрсаңыздар болмай ма? Бір түрлі екен. Основной экран деген. Основной экранды бассаңыз, қатысушыларды көріп отырасыздар. Основной экранды басыңыздар. 5-ші сұрақ, Таша. Основной экранды бассаңыз, көрінеді. Жақсы баға. Так. 5-й вопрос. Будьте внимательны. Сайыс қатысушылары, менің сұрағым мынандай. Абайдың өздеріңізге белгілі Ескендір поэмасы бар. Осы уақытқа дейін сол Ескендір поэмасына байланысты Митрофан Сличенко мен Ысқақ Дүйсенбеевтің ол поэма низами дастанның желісі бойынша жазылған деді. Алайда кейінгі зерттеулерде ол поэманың сюжеті Василий Жуковский, орыс ақыны Василий Жуковскийдің «Две повести Москвы» екенін бөлігінен, ал ол өз атына Талмуд атты діни кітаптан бастап алатыны анықталған болатын. Сұрақ мынандай. Осы Василий Жуковский мен Талмудтан алынғандығын Ескендір поэмасының сюжетін анықтаған ғалымның есімін атасаңыздар. Ескендір поэмасы Александр Македонскийге қатысты. Время пошло. Уақыт кетті. Зерттеген адам. Иә, зерттеген адам. Жуковский. 15-14. Уақыттарыңызды аз алыңыз.
Все, время вышло. Хирургтар ғой. Мен қазір өшірейін. Кто у вас будет отвечать? Жауап беретін онда. Әбілқасым жауап берсін. Әбілқасым. Жақсы. Әбілқасым, сіздің? Менің ойымша бұл Абай атындағы ұлттық педагогикалық көп жерде естуіміз де бар жалпы. Естімей жатыр ғой. Жауабыңыз яғни Сейіт Тастабақ. Жақсы, онда дұрыс жауапты. Сұрақ қойушы Абай Академиясы ғылыми зерттеу институтының директорының орынбасары, философия докторы, PhD, Кәріпбаев Жанболат. Дұрыс жауабы көрнекті ғалым, Ұлттық ғылым академиясының академигі Сейіт Асқарұлы Қасқабасов. 10 баллов вашему подписку. Молодцы. Хорошо играем. Жақсы, сәттіліктерге қарай. Келесі қандай? Капитан команды. Қандай яшықты? Қай яшықты таңдадыңыздар? Какой яшык выбираете? Бірінші яшық таңдайық. Бірінші яшык. Жақсы. Внимание, вопрос. Қадірлі колледж оқушылары, сендердің Абайды біліп, ұмтылып, соның жұмбағын шешуге құлшынғандарың біздің тек қана бүгінгі біз үшін емес, өздерің үшін ғана емес, ұлтымыздың ертеңінен де үміт көтеретін үлкен күштің өсіп келе жатқандығын айғақтайды. Абай Еуропа, орыс ақындарынан өте көп өлең және терең мағынада аударған. Соның ішінде орыстың ақыны Лермонтовтан 40-қа жуық өлең аударды. Сол өлеңдер арқылы сондағы қозғалған ішкі рухани шымырқаныстар арқылы Абай өзінің де өлеңіне нәр жинады. Сол Лермонтовты Абай қандай ақын деп баға берді. Баға берді. Дауыстар жақсы шығарады. Қандығын айтып тұр. Махаббат дертіне. Жоқ, Лермонтовқа баға беріп тұр, қандай ақын. Қандай баға берген? Сұрақтың өзінде жаңа Сіздерде қосымша уақыттарыңыз бар, кете алам десеңіздер, сіздердің алдында. Ернат, сіздер қосымша уақыт аласыздар ма? Все хорошо, Ернат, кто у вас отвечает? Абай енді мен капитан команда ретінде сөйлейін. Он жаққа камера. Қазір осы сұрақтың жауабын енді 40-қа жуық өлеңін аударған деп жатыр. Сондықтан біз Лермонтов Абай шыраған дейтін болса, ол жаңадан бастап алған
нәрсені көрсетеді. Сондықтан махаббаттың дертіне, яғни өлең жазу арқылы ол өзі табиғатқа ғашық болу керек, адамға ғашық болу керек. Ол ғашықсыз, жаңа Мұқағали Мақатаев айтпақшы, өлең жайшылықтан тумайды, шығармашылық жайшылықтан тумайды. Оны зерттемесе, білмесе, сондықтан соның түп тамырын жету мақсатында менің ұстазымда айтатын бұрын, өлең жазу дертімен ауырған деп. Соған байланысты Лермонтов абай махаббаттың дертіне ұшыраған деуге болмайды, ұшынған десек болады. Қайттан шығып жазайын ба? Зерттеп шыңына шыққан махаббаттың дертінен ұшынған деген жауап берген. Махаббатын көрсете білген. Жақсы, рахмет. Абай Лермонтовқа бұл махаббаттың дертінен ұшынған ақын екен деп баға берді. Нешінші сұрақ? Ерна бір мамада алдыда өте белсенді, алдыда сіздердің тапқырлар қоржынында қырық ұпай, алдыда келе жатсыздар, керемет, құттықтаймыз, поздравляем вас. Так, ну что, продолжаем игру? Давайте. Какую ячейку выбираете? Қай яшықты таңдап аласыздар? Ерна, командаңызды жіберсеңіз. 11-ші яшық бала. 11-ші яшықта. Жақсы. 11-ші яшық. Иә, мұқият тыңдаңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Мен сіздерге мынандай сұрақ қойғым келеді. Адам баласын заман өсіреді. Егер кімде-кім жаман болса, оның айналасындағыларының бәрі виноват. Осы үзінді Абайдың қай қара сөзінен алынған? Сұрақ түсініктеме ойшылар. Жақсы. Ойлануға уақыттарыңыз бар. Кто будет отвечать? 13-ші қара сөзі деп отырмыз. Сонымен нақты қай қара сөз екенін Жанар ханым, тоқтатшы жауабыңызды. Бірақ 13 деп. Тоқтат жеріңіз. Бұл қара сөзінде жаңағы, егер де бір адам кінәлі болса, оған қасындағы замандастардың бәрі виноват деп айтқан, яғни бір адам жаман болуына айналасы заманда кінәлі. Бұл адамның өмірге деген құштарлығының жоғалуы, білімге деген ынтасының болмауы, жалпы қоғамға айналасына сенімсіздікті тудыртып сондай болатын болса, бұл айналасындағы жаңағы замандастардың бәрі кінәлі деп. Яғни бір адамды ғана қаралауға болмайды деген түйіндігі бәріміз, яғни өзіміз көмектесіп айналасындағы адамдармен тығыз байланысты заманмен. Жақсы, толықтыра кетсем бола ма? Мысалы, ол қара сөзінде айтады, қасындағы замандастары кінәлі. Мысалы, еврей ұлтын алатын болсақ, біз еврейлерді пысық деп біз ол халықты көре алмаймыз. Орыстарға келсек, орыстар алғыр, олар бізден қарағанда кітапты көбірек оқыған деп, әр ұлтты жік-жікке бөліп, біз оларды кінәлаймыз дейді. Сонда оның барлығы қасындағы адамдарына байланысты. Сіздердің нақты Адам баласын заман өсіреді.
Кімде-кім жаман болса, оның замандасының бәрі бар. Бұл Абайдың 37-ші қара сөзінен алынған. Бұл қара 10 баллов в команду знатоков, да? Ну не расстраивайтесь, команда игроков у нас впереди, у вас 40 баллов, будьте внимательны, да? Хорошо. Команда, ну как, не устали? Нет. Нет. Хорошо, продолжаем игру? Да. Әрине, ойын болған соң, онда болып тұрады. Көңіліміз одан арғы жабырқатпай бастай берейік. Алдайлы сұрақтарды екінші, я уайымдамасын. Үшінші яшық қалай? Үшінші яшық. Тамаша. Внимание на вопрос. Третий вопрос, да? Когда мы говорим, Александр Сергеевич Пушкин является энциклопедией русского народа, Абай Кунанбаев – энциклопедией казахского народа. Два титана, поэта, писателя, просветителя. И вот следующий вопрос. У вас будет видеовопрос. Задает Майра Нугалина, преподаватель русского языка и литературы. Внимание на экран. Добрый день, уважаемые игроки! В этом году исполнилось 175 лет великому поэту, мыслителю Абаю Кунанбаеву. Абай – личность мирового значения. Юбилей Абая Кунанбаева отмечается на международном уровне, в том числе и в рамках ЮНЕСКО. Это большая гордость и для нашей страны, и для всех казахстанцев. Абай Кунанбаев – великий поэт казахского народа, философ-гуманист, ювелирный мастер художественного слова. О могучей силе любви и красоты, преображающей человека, писали и Александр Сергеевич Пушкин, и Абай. Любовь в стихах обоих поэтов возвышена и благородна. Александр Сергеевич Пушкин был влюблен в Анну Алексеевну Оленину и сделал ей предложение, но получил отказ, так как родители были против этой связи. Именно ей Александр Сергеевич Пушкин посвятил стихотворение «Я вас любил». Абай не смог соединить свою судьбу с любимой и посвятил ей лирическое послание. Вопрос: как называется стихотворение и кому оно было посвящено? Абай болса, орыс халқы үшін Александр атамыз ерекше орын алады. Әрине, я вас любил, Пушкин әйеліне арнаған, Абай кімге әйелім деген жоқ, Тоғжан әйеліне арнаған Тоғжанға қосыла алмай қой. Соны айтуымыз керек қой. Қосыла алмай кетті деп айтады ғой. Тоғжан қосыла алмады деп айтып жатыр. Жауап бар, жауап бар. Өзіңіз айтып Енді өзі жауап бере берейін. Енді өлең шумақтарына байланысты. Енді Абай десе сондықтан Тоғжан. Тоғжанға арнаған екен мен Тоғжан. Тоққала деген есіммен де естіген. Кетпес саған көңілін не қылса да, аспандай менен күн шағылса да, дүниеде маған сендей жан жоқ сірә, жар жоқ сірә, саған жар менен артық табылса да деген өлең шумақтарымен Тоғжанға арнаған деп ойлаймын. Нақты. Жақсы, жауабын тыңдайық. Правильный ответ. Абай не смог соединить свою судьбу с любимой Тоғжан и посвятил ей лирическое послание. Жарк етпес қара көңілім не қылса да. Спасибо, молодцы. 10 баллов в копилку игроков. Поздравляем.
Аққулар командасы Байрақаным команда капитанымен қателеспепсіздер. Иә, рахмет. Жақсы, керемет. Әрі қарай ойынымызды жалғастырайық. Келесі. 8-ші сұрақ. Қаша? Шексіздік. Шексіздік белгісіне сәйкес. Ал 8-ші сұрақ. Внимание. Вопрос 8. Внимание на экран. Будьте внимательны. Abay Kunanbayev's works translated into 10 languages through the performance of the 175th anniversary of the great poet and thinker Abay Kunanbayev. In addition, Abay's works have been translated and printed by the University of Cambridge. Now, question for you. Who is working on Abay's poems in Cambridge University? Уақыттарыңыз басталды. 1 минута. Абай өлеңдері. Бізде жауап бар? Жақсы. Ернат, сіздерге кім жауап береді? Енді қазақта айтады, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Бізде ағылшын тілінен дәріс беріп жүрген. Бізде Жансая жауап берсін? Жақсы, Жансая. A lot of people translated Abay's poems, and the main one in the Cambridge University is Шон Брайн. Көптеген адамдар аударды шығармаларын, оның ішінде именно Кембридж университетінде аударғаны бұл Шон Брайн деп ойлаймын. Сіздің жауабыңыз Шон О'Брайен. Шон О'Брайен. Жақсы, жауап қандай? Poet and a professor from Newcastle, Cambridge, Шон О'Брайен. Вашу победу, копилку игроков. Поздравляем. Как настроение, команда? Как настроение? Не устали? А вы имеете право взять музыкальную паузу, имейте в виду. Алайк. Аламыз ба? Алайк. Онда бір кішкене серікту болса да жақсы. Серікту музыкалық паузаға, музыкалық пауза. Музыкальная пауза. Немножко подзарядимся.
біздің ұстаздарымыз тек педагогикада ғана емес, өнер саласында, музыка саласында да Керемет. Көңіл күйіміз бір жайнап қалса басқа. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы, ойынды жалғастырамыз ба? Иә, Онда позарядились музыкой, да? Ну хорошо, продолжаем нашу игру. Выбираем ячейку. Төртінші сұрақ. Төртінші. Жақсы, төртінші жақсы. Черный ящик в студию. Вам выпал черный ящик. Будьте внимательны. Внимание. Вопрос. Он сам по себе ничего не стоит, но очень многое дает. Он длится мгновение, а в порой памяти остается навсегда. Лежит в черном ящике. Этим предметом Абай Кунанбаев воплотил свою мечту и создал. Что? Өйткені оған бар арман түсірді ғой. Қалам сап деп ойды. Минута пошла. Ол көп нәрсе береді деп тұр ғой. Қарайшы бізде. Мысалы аспапта беруі мүмкін ғой. Мысалы бізде киеді. Абай ойнады ма домбырамен? Он ничего не стоит, он длится ничего не стоит. Әнімен, қара сөзімен, шығармаларымен. Енді ол қара сөзі болсын, өлеңдер. Соның барлығы Қазақты нағыз сипаттайтын дүние ұлттық аспабымыз. Қобыз, домбыра деп ойлау. Енді Абай әні бар ғой, Абайдың күйі бар мысалы. Сол домбырамен жіберді, домбырамен жеткізді ғой бізге, күйлерімен, иә? Күйлері жоқ. Біз кітапты ничего не стоит деп айта алмаймыз ғой. Көп кітапты да біз ничего айта алмаймыз ғой. Көп нәрсе, иә. Мысалға баяғыда жау шапқан заманда да қайғылы жағдайды домбырамен жеткізген ғой. Жәшік ұзын кетті. Мен айтайыншы. Капитан команды Ернат, кто вас отвечает? Или вы берете дополнительное время? У вас есть время. Все, беру дополнительное время. Полминуты. Жауап бар? Жақсы, Жанар Маханов жауап берсін. Жақсы, Жанар. Капитан командамен, әрине бұл жерде екіге бөлініп отыр ойымыз. Бұл жерде соңғы жауабымыз, бірақ капитан команданың шешімімен тоқталады ғой. Біз домбыра деп отырмыз, өйткені домбырамен көп нәрсені жіберуге болады. Естіртуге болады, айтуға болады, адам бар. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-сәл тең бұрын, нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Ендеше қазақты танытатын қазақтың қара домбырасы. Енді Абайдың біле білсек күйлері де көп емес, санаулы күйі бар, әндері бар. Енді Абайды қара, жаңа көзімнің қарасымен әлем танып жатыр. Сондықтан да әркім домбыра, жаралғансың бағыма, жез таңдайын, бос торғайын, санаулы тағы да дейді. Сондықтан да біз ящиктің сыртына да қарап, көлеміне де қарап тоқтап отырмыз. Бір Абайдың домбырасы енді кішкентайда болған негізі. Кішкентайда домбыра енді. Сондықтан да қазіргі домбыра домбыра деп ойлаймыз. Абайдың да өлеңдері қанша ақын сал-себілеріміз жеткізді ғой бізге. Жоқ, Абайдың. Иә, соны айтып домбыра. Сіздердің нақты соңғы жауаптарыңыз домбыра. Иә, капитан команданың шешімі бойынша. Жақсы. Онда правильный ответ. Имя великого поэта казахского народа Абая в наше время известно всему миру. Он был просветителем, философом, общественным деятелем, композитором, реформатором, основоположником казахской письменной литературы и ее первый классик.
Откроем черный ящик. Посмотрим, что же в нем. В черном ящике лежит... Один из мелодичных күйі, торы, жорға. Бәрекелді, сіздер сұрақты. Енді біліп жүріңіздер, Абай Құнанбаевтың өзінің бір күйі бар, торы, жорға деген. Соны сіздерге бірге тамашалайық. Торы, жорға күйі. Тапқырлар командасына тағы да копилку игроков, молодцы. У нас игроки впереди. Продолжаем в таком же духе, хорошо. Келесі яшық, қандай яшықты таңдайсыздар? 6 яшықтың таңдай қалмаған. 6 яшық, жақсы, 6 яшық. Внимание, вопрос, 6 сұрақ. Мұқият тыңдаймыз сұрақты. Құрметті ойынға қатысушылар, Абай ақын ғана емес, философ қана емес, Абай сонымен қатар ірі композиторлардың бірі. Абайдың ел ішінде көптеген әндері қалған. Ең алғаш Абайдың әнін отаға түсірген кім? Сұрақ түсті ме команда? Так, Ернат, сіз шешесіз сонымен қалай? Уақыт аламыз ба? Уақыт кетті, 1 минут. Бізде енді сұраққа жауап бар екен. Жауаптарымыз. Енді біз Еркін Шүкмен ағамызды танып отырмыз. Енді нақты қазақ әндеріндегі, дәстүрлі ән өнеріндегі шоқтық биік ұстаздар ретінде консерваторияда сабақ беретін кісі. Сондықтан да бізде қазір енді Айым нақты жауабын береміз деп отыр. Айымға берейік. Айым жақсы, Айым сізді тыңдап тұрмыз. Альбин, Альбин. Фамилиясы кішкене оқып тұрмын, бірақ Альбин. Айым, толық жауап беріңізші, толық жауап берсеңіз. Сіздің нақты жауабыңыз сол. Жақсы. Маған алғаш нотаға түсірген Альбин деп тұрмын. Енді фамилиясын білмей тұрмын. Жақсы. Хорошо, ответ принимается, слушаем правильный ответ. Абайдың әнін ең алғаш хатқа түсіріп, нотаға түсірген Альвин Инбойс. Сонымен оны бізде ойыншылар қоржынында 10 баллов команд игроков. Поздравляем. Следующий ячейку играем. Ернат. 9 яшық. 9 яшықты таңдайсыздар. 9 яшықты көрсетсеңіздер. 9 сұрақ. Техникалық кәсіптік білім беру саласының Алматы қаласының оқытушыларына сауалым. Абай дара, Абай дана қазақта дейміз. Абай кемеңгер, ойшыл, ғұлама, ақын, композитор, аудармашы. Бәрімізге белгілі. Ал енді осының ең бізге жаңағы басым қыры Абайдың бұл ақындығы. Сонда менің бірінші сұрағым, Абайдың ақын ретінде өлең жазудағы ең негізгі мақсаты не болды?
ойлануға келмейді, уақыт басқанда. Өз дәуірінде өмір сүрген халықтың Енді жоқ, соның өзі тәрбиелік мәні тәрбиелік мәніне тоқталады. Ақыр болар ғой, мысалы білімді насихаттайды ғой, білім алуға. Бұл жерде нақты кімдерге халықтың болашағын негізгі өлең жазудағы негізгі мақсат бермек. Кім жауап береді сіздің командаңызға? Бізден енді Ұлдана дайын, енді біз бірінші жақта ойымызды қосып жатырмыз, енді Ұлдананың нақты жауабы бар сияқты, Ұлданаға берейік енді. Ұлдана ханым сөз сөйлейік. Тұжырымда енді Ұлдана, қатты дауысыңыз шығарып, біздің көрермендерге естілсін. Абай атамыз, ол кісі қазақ халқын ояту біріншіден қандай мақсатта жазылған жерде абай бірінші өз дәуірінде өмір сүрген халықтың хал мүшкілін бірінші жеткізу, сол заманның ашық, айқын көрінісін бізге жеткізу, бұл бірінші ашық шындықты өлең арқылы бізге жеткізе білді. Екінші насихат жүргізу дедім. Үшінші ғылым білімге, яғни мына өлеңінде үйретіп, бірінші пайда ойлама, ар ойла дейді. Пайда ойлама, ар ойла, талапты артық білу керек. Артық ғылым кітапта ерінбей оқып көру. Міне мына жерде абайдың мақсаты білім ғылымға насихаттау. Тоқтыра кетсем бола ма? Абайдың өлеңі бар ғой, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жаздым үлгі жастарға бермек үшін дейді. Оның жазғандар мақсаты өлеңді жастарға беріп, болашақ ұрпаққа қалдыру, осы жазған өлеңдері арқылы тәрбие беру. Абайды оқысын, қазақ абайды оқысын дейді, орыс Пушкинді оқысын дейді. Сол себепті біз абайды оқып, болашақ ұрпаққа сол өлеңдерін қалдыру үшін жазып кеткен мақсаты. Жастарына қалдыру. Жақсы, рахмет, мы принимаем ответ. Әрине, конечно, можно бесконечно говорить об Абае. Теперь слушаем правильные. Ұстаздар, қатысушы сайыскерлер, негізінен жауаптарыңыз өте дұрыс, бірақ мен Тоқетерін ақынның бір ауыз өзінің сөзімен ғана айта кеткім келеді. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді, тіл орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Немесе мақсұтым тіл ұстартып өнер шашпақ, наданның көзін қойып көңілін ашпақ. Үлгі алсын деймін ойлы жас жігіттер, думан сауық ойда жоқ әуел бастақ. Сіздер үшін жақсы рахмет. Керемет, 10 ұпай біздің ойыншылар қоржынында, 10 балл команды игроков. Хорошо, молодцы. Айта кететін жайт, құрметті көрермендер, тамашалап жатып, экранды сызбасаңыздар, сіздерге үлкен өтінішіміз бар еді. Құрметті қонақтарымыз, біздің камераны сызбаңыздаршы. Ол біздің ойынның жүргізуіне кедергі келтіреді. Рахмет сіздерге. Жақсы, жалғастырамыз. Бізде Ернат 10-шы яшық. 10-шы яшық. Экранға назар аударыңыздар. Бізде жаңа айта кеткендей таныстырып, бұл сұрақ бізде ағылшын тілінде, вопрос на английском языке. Будьте внимательны. Warmest hello from Adana, Turkey to Kazakhstan, Almaty, to my lovely college, Almaty Kazakh, Humanitarian Pedagogical College number 1. So firstly, I want to congratulate all of you with the 175th anniversary of Abay Kunanbayev. And then secondly, I have a question. So, can you name the main creations of Abay Kunanbayev? Thank you very much.
Негізгі сұрағы Абай Құнанбаевтың негізгі шығармашылықтарын атаңыз. Қара сөздері, өзінің қарасы, табиғат туралы да Бізде жауап бар? Жақсы, 20-те кім жауап береді? Сіздерді командаңызды Бізде ағылшын пәнінің мұғалімдері де отыр, жастарымыз. Сондықтан да бізде Қарлығаш жауап береді. Қарлығаш, жақсы, сізді тыңдаймыз. Жақсы, Абай Құнанбаевтың поэмаларын бәріміз білеміз. His poems were translated into several languages, and the main poems is жер жүзінде жарығы, The Work of Books, яғни қара сөздері, Айттым сәлем қаламқас, Көзімнің қарасы. This is the main poems which were translated into several languages, and now a lot of people and about the last poems, lyric poems, and also the first poems was like spring, fall, winter, summer, and other poems. Яғни Абай Құнанбаевтың поэмалары, жазбалары бірнеше тілдерге аударылған білеміз. Соның ішінде негізгі аталып өтетіндер ол Желсіз күнде жарығай, Айттым сәлем қаламқас, лирикалық табиғаттан сөздері, Okay, great. Let's listen for the answer. The ones that come back. Hello again. The main creations of Abay Kunanbayev are Москот, Времена года, Көзімнің қарасы, Очи черные, Густой туман, Искендер, and Қара сөз. Thank you. Молодец. 10 баллов команда игроков. Біздің ойыншыларымыз алдыда, команда игроков впереди. Молодцы, хорошо. Продолжаем. Так, Ернат. 12-ші яшықты таңдаймыз. Жақсы. 12-ші яшықты бізге көрсетсеңіздер. Молодцы наши игроки, хорошо играем. 12-ші сұрақ. Внимание, вопрос. Назарларыңызды экранға аударсаңыздар. Берілген сұрақ. Тынышталамыз. Берілген суреттерге қатысты Құнанбай Абайға қандай мінездеме берген? Суды не үшін берді? Сұрақ. Мұқият болыңыздар сұраққа. Суреттің өзі айтып тұрғандай. Осы сұраққа қарап, үшінші кешкемен байланысты уақыт. Ага, бізде 1 минут уақыттарымыз бар, уақыт кетті. Зер салып қараңыздар суретке. Может, анау қарапайым халықпен бірге тұрғаннан кейін. Сосын так жеріне қысылсын, елге орысшылың алдында не еді? Жоқ, көпшілсің дейді. Киносында да солай суретке байланысты. Енді жауап берейіксіз толықтырыңыз. Бізде жауап бар. Уақыты
Тоқтатайық, уақыт тоқтатылсын. Жақсы. Жанар ханым бастап. Ернат, сіздерге кім жауап береді? Жанар ханым бастайды. Жанар, жақсы Жанар, сізді тыңдап тұрмыз. Бізде ақылдаса келе, енді мына суретке қарай отырып, мынау мал барлығы жаңағыдай жылқы жан жақтан келіп су ішіп жатқан бұл енді жайдақ сусын дегені ғой деп шештік. Екінші мына көпшілікпен бірге отырғаны, қарапайым халықпен бірге отырған көпшіліктің. Жақсы. Үшіншісіне мына орыстың енді орыстар жақындау болғандығын көрсете шығар. Орысқа жақынсың деген. Сонымен, тұжырымдап тұрмыз. Жайдақ су деген бұл таза су емес деген сөз. Құнанбай абайға өте айтады, қымбат пен арзанның айырмашылығын білмейтін таза су емессің, жайдақ сусың дейді. Жайдақ су деген бұл малда бар іше бересің, суды айтады. Сол кезде абай жауап береді. Мен жайдақ су, бірақ та құралы мен құралы жаққа су бере алмайтын Шыңыраудың қарағанда барлығына көпшілікке беретін жайдақ су болғанын жақсы дейді. Екіншісінде дос пен дұшпанды ажырата алмайтын көпшілісінде дос пен дұшпанды ажырата алмайсың дейді. Адамда барлықтан гөрі барлығымен қос араласып барлығын ақыл беріп ой беретін бұрынғы қазақ халқының қой сияқты қазақ халқының қиналып жүргеннен жылқыға айналып келе жатқан сияқты барлығына ақыл беріп көпшіл болғанын жақсы дейді. Ал үшіншісінде орысшылсың дейді. Бұл жерде қазақтарда сол кезде қате пікір болған, орыстармен араласқандарды жаман тұтып басқа жаққа болып кеткен деп ойлаған болатын. Ал абай сол кезде оған Құнанбайға өзінің әкесіне дұрыс жауап береді. Барлық өнер білімнің, барлық өнер көзінің барлығы орыстарда деп айтады. Сондықтан мен оған дос боламын деп жауап береді. Білім алу үшін рахмет жауабыңызға. Енді экранға назар аударыңыздар. Өзіңе кез келгенде айтпақ болып жүрген сөзім бар еді. Соны айтайын. Құлағым сізде, әке. Сенің бойыңда үш үлкен менің бар. Ең әуелі, сен жұрттың бәрімен күліп сөйлейсің. Жайдақ су сияқтысың. Жайдақ суда итке құс та жалайды. Кісіге қадірің болмайды. Екіншісі, көрінгенмен жақын боласың. Кісі талғамайтын желбеге жүрген кісінің қасына ел үйірілмейді. Ел алатын қылық ол емес. Үшінші мінің. Орысшылсың. Я балам орысшылсың. Орыстың дұшпандығын ұмытасың. Енді мен сіздерге тағы да экранға назар аударсаңыздар, осы жаңағы бейнені көргеннен кейін өзімен өзі келесі сұрақ туындайды. Құнанбайдың Абайды сынап айтқан міндеріне Абай қалай жауап берді? Абай қалай? Абай Толықтырар жерсеңіздер. толықтырып, Абайдың өзі қалай жауап берді? Енді бізде жаңағы жауабымыз толық нұсқа ретінде жауап бергенбіз. Енді бұл Әке, қолында құралы бар, бірен саранға ғана тиетін Шыңыраудағы судан қой шұғылаң жарлы жақбайдың бәріне пайдасы тиетін жайдақ суды артық деп білем. Екіншіңізге айтарым, қазақ ескі заманда бір қора қой сияқты болған. Бір қора қойды жалғыз қойшы, шайт десе өргізіп, айт десе жайлдатын болған. Бертін келе ел түйе сияқты болды. Шетіне тастап, шөк деп дауыстаған уақыттаған аңырайып барып едім бұратын. Ал енді әке, біздің заманымыз әйел жылқы тәрізді болды. Мұны аққар көк мұзда етегін төсек, жеңін жастық қылуға шыдаған жылқы шығана бағалады. Еңбек сіңірген адам ғана ие болып, басшы бола алады. Орысшылсың дейсіз. Егер өнер білім дүниеден қашсақ, ол надандық болар, әке, ал жақсылық болмас. Мен өнер білім үшін ғана орысшылмын. Сондай керемет бір мерзім салыстырмалы түрде Абай Құнанбай, иә? Өзін осындай бір жақсы бейнетпен тамашалады. Жақсы. Тамаша, ойыныңызды жалғастырайық. 10 баллов команду игроков. Поздравляем. Выбираем следующую ячейку. Ернат.
Сізде 14-ші сұрақ алайық. 14-ші сұрақ. Жақсы, 14-ші сұрақ. Мұқият болыңыздар. Бізде бұл сұрағымыз ағылшын тілінде. Dear students, you know that the world community celebrates the anniversary of our great poet, philosopher, national enlightener, composer and the founder of Kazakh literature, Abay Kunanbayev. Hardship come and go, but Abay's poetry and works are eternal. The question is, who is the author of the methodology Learn English by Abay? Вопрос понятен? Сұрақ түсінікті ме? Сұрақ, ағылшын тілін Абаймен үйрен деген әдістеменің авторы кім деді сіздерге? Сіз жауап бересіз. 10 секунд қалды. Жақсы. Жауап бар? Кім жауап береді? Сізде Жансая жауап береді? Жансая, жақсы, Жансая. Жансая, дауысыңызды қайта шығар. Who worked on Abay's poems is Ернат Мирсулов. Thank you very much. Окей, хорошо. Давайте послушаем теперь правильный ответ. The correct answer is an English teacher, Ернат Мирсулов. Команду игроков. Жақсы, керемет. Ойынды жақсы ойнап жатсыздар. Сонымен Ернат 13-ші ұяшық аламыз. 13-ші. Видео сұрақ назарларыңыз экранда. Мұқият серсек. Сұрақ 20 ғасырдың бас кезінде алаш зиялыларынан Абай Құнанбаев шығармашылығы туралы ең алғашқы ғылыми зерттеу мақаласын жазған кім? Жауап дайын. Ернат, кім сізге команда? Жауап дайын. Нәрсеке жауап береді? Ең алғаш алаш зиялыларынан бірінші болып қазақтың бас ақыны деп мақала жазған Әлихан Бөкейханов. Жақсы, онда дұрыс жауапты тыңдаймыз. 20 ғасырдың бас кезінде әдебиеттанушылық ой Абай шығармашылығына бет бұрды. Алаш зиялыларынан Әлихан Бөкейханов Абай шығармашылығы туралы ең алғашқы ғылыми зерттеу. Наши игроки, просто молодцы. Жақсы дайындалып келіпсіздер. Жарайсың, Назерке. Қолдап жатыр, сіздерге де көп-көп рахмет. Жанкүйерлеріңіз. Иә, жанкүйерлеріңіз сіздер үшін өте қуаныштымын. Сонымен Абайдың керемет мәліметтері беріп жатыр. Сондықтан сіздерге де көп рахмет. Бізде енді қандай сұрақты? 15-ші яшық. Бізде 15-ші яшығымыз жоқ. Барлық сұрақ қойылды ғой деймін. Оны өздеріңіз байқағандай, біздің ойынымыз сонымен өзінің мәресіне жетті. Әрине, құрметті көрермендер, сіздерге де енді әрине көптен көп рахмет. Осы енді біздің экранға назар аударсаңыздар. Колледжіміздің студенттері әзірлеген жалпы Абай елімізде және әлемде статистикалық мәліметтер картасымен таныс болыңыздар. Назарларыңыз экранда. Наследие Абая велико. Из уст мыслителя звучат слова о непреложных истинах, необходимых для жизни каждого человека. И в первую очередь это любовь к родине. Мир меняется каждое мгновение, но вечными остаются любовь к родине, к своим родным, стремление к доброте, умение ценить дружбу и добропорядочность. И это чему учит Абай. Его творчество – символ новой жизни, которую он видел в просвещении, в преобразующем труде, в духовном развитии человека. И это бесценно. Дұрыс айтасыз. Абайды қазақ елі ғана емес, әлемнің түкпір-түкпірі таниды десек, артық айтқанымыз емес. Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы аясында
Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен ұлы ақын, ойшыл, ағартушы шығармалары әлемнің 10 тіліне аударылды. Олар ағылшын, араб, қытай, испан, итальян, неміс, орыс, түрік, француз және жапон тілдері. Аударма жинақтарға ақынның 145 өлеңі, 3 поэмасы мен 45 қара сөзі кірді. Да, так уж случилось, что в год к 175-летию Абая разразилась пандемия коронавируса. Губительное действие, которое не обошло ни одну из стран мира. Но ведомые верой светлое будущее мы преодолеем и эти временные трудности. Об этом говорил и Абай. Жамандықты кім көрмейді, үміттің үзбек қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екен рас. Жамандықта қайдан баяндап қалады дейсің? Қары қалың қатты қыстың артынан көгі қалың көлі мол, жақсы жаз келмеуші ме еді? Кто не сталкивался со злом? Терять надежду, проявлять безволие. Если правда, что в мире нет ничего вечного, то отчего же и злу оставаться вечным? Разве после суровой снежной зимы не приходит цветущее и полноводное прекрасное лето? Пусть будет так. In conclusion, today we know Abay as a thinker and as a great poet, enlightener, founder of the new world of literature, translator, composer, and a person who left a part of the history of the Kazakh nation. Ну а теперь, уважаемые игроки, спасибо вам. Конечно же, мы хотели бы вас всех поблагодарить за участие. И хотелось бы спросить, понравилась ли сегодня наша игра? Конечно же, наш великий Абай, он многогранен. Какую грань вы сегодня увидели для себя? Что вы нового узнали? Сонымен бөлісегетсеңіздер. Құрметті ойын қатысушылар, көрермендер, бүгінгі тамашалаған әдеби танымдық интеллектуал ойыннан алған әсерлеріңізбен бөлісе отырсаңыздар. Инновациялық тілмен айтқанда, кері рефлексия жасасаңыздар керемет болар еді. Мен мысалы өз басым команда капитаны Ернат мырзадан сұрағым келіп тұр, жалпы бүгінгі ойын барысы. Қандай әсер қалдырды сіздердің ойындарыңызға? Ойыншылар? Оң жақ камераларыңыз. Өздеріңізге білім жинақтадыңыздар ма? Сіздерге рахмет. Бізге бүгінгі сенім артып бүгін шақырып отырған ұйымдастырушылар рахмет біріншіден. Осындай Абай әлемі атты бүгінгі біздер реалити шоуға шақырып отқан. Енді мына осындай күндерде осы реалити шоуды ұйымдастырып отқан ұйымшыларды түсінеміз жан-жақ. Бұл қиын, сондықтан да осы қиыншылықты жеңе отырып, бізді шақырып, бізді жаңа ой толғауымызға, бір-бірімізбен таныстыруға, пікір алмасуымызға бүгін үлкен себепкер болып отырған сіздерге үлкен рахмет. Ендеше біз енді Абай әлем деп отырмыз, сондықтан мен қазір осы ойда, осы тұрғыда отырып, мен өзім әнге өрге жырға жақын болғандықтан, енді Абай дара, Абай дана шынында. Абай әлем, Абай мұңлы, сырлы да. Аға буын сұрақ қойып біздерге ой толған әнде айтып ортада дейміз. Сондықтан да бүгін тамаша 14 сұрақтың ішінен біз талай дүние алдық. Өйткені Абайдың сөздері бірімізге азық, бірімізге қазық болып жүргені анық. Өйткені қиындықта біреу жанына медет тауып жатыр сөзінен. Сондықтан да осы қара сөздерінен, өлең шумақтарынан енді мен қазақпын десе Абайды табын деп жаңа Әлихан бауырымыз айтқандай, барлықтарымызға тек қана осындай шоуларымыз осындай көбейе берсін. Бірақ бізге енді кішкене қызықты болды, бірақ дегенмен сұрақтарымыз кішкене аз болып қалған сияқты болды. Алатын дүниелер көп, енді біз әлі жаңағы бір-екі сұрақтың жауабын толық бере алмағандықтан ізденісіміз одан арта беретін болды. Әлі де танитын тұстарымыз көп Абай. Сондықтан да баршаларыңыздың бүгінгі сенім артып шақырғандарыңызға үлкен рахметімізді білдіреміз. Осында көбейе берсе екен баршаларыңызға. Енді рахмет Ернат ағай. Сізге көрермен тобынан рахмет айтқымыз келіп отыр. Саламатсыздар ма? Өте қызықты осы бір сағат үшін үлкен рахмет. Мен номер 2 Алматы қаласындағы педколледждағы оқытушы, жас маман, есімім Манар Серікқызы болады. Және мұнда менің ұжымдасым Назерке қатысты, өте белсенді. Және өзімнің Семейден Алматыға бірге еріп келген құрбым Айым қатысып отыр екен полиграфия колледж атынан. Сәттілік барлықтарыңызға. Үлкен рахмет сіздерге.
Рахмет, Анар, сізге. Құрметті ұйымдастырушылар, сіздерге алғысым шексіз. Осындай жарыс болады деген күннен бастап бізге айтылды ғой. Содан бастап қашан болады деген күтумен болдық шынымен де. Ағайға қайта жазып қоямыз қашан болады. Асығыс, білмеймін, барғым келді, көргім келді. Мен өзім Семей қаласынан Шәкәрім университетін қызыл дипломға бітіріп келген Абай оқуларының жеңімпазы, Абайдың жерінен тобықтының ерінен боламын. Мақтанатындай ғой енді Абай жеріне. Енді Абайдың қызы бола тұра бір ауыз өлең оқымай кетсем, ол сын болар, жақсы. Аягөздің ар жағы Семей мекен, қызыл тілді сөйлеткен көмей мекен дейді. Айтып дегенде бір өлең айтпай кетсе, көргенсіздің баласы демей мекен дейді. Айымды кешіріңіздер, тамаша. Айым. Өлсем орным қара жерсіз болмай ма? Өткірдің бір ялшық қыз болмай ма? Махаббатқа даватпен майдандасқан қайран мен жүрегіміз болмай ма? Амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма? Біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басқан жерін тауып артқа сөз болмай ма? Сонда жауап бере алма мен бейшара, сіздерге еркін тер байқап қара. Екі кеме бір жанға әрлетпе, жаны қара, бір жаны, жаны жаны. Рахмет. Спасибо вам большое. Да, так, бар ма көрсеттеріңіз, ойларыңызбен? Ботагөз. Ботагөз. Айым. Мен номер 2 педколледжден келіп отырмын. Бүгінгі интеллектуалдық ойынды ұйымдастырып, бізді осындай бір-бірімізбен білім алмасатын сайысқа шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Абайдың 37-ші қара сөзінде де айтады ғой, адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес дейді. Мені басында кішкене қобалжып, барлық ойымызды жеткізе алмауымыз мүмкін, бірақ айтады ғой, темірді қызған кезде соқтың. Енді шабыт алып, сұрақтарға қызып келе жатқан кезде, менімен бірге қатысқан әріптестеріме үлкен рахмет. Жаңа таныстықтарға, жаңа білімнің бастауына сіздер жол ашып отырсыздар деп ойлаймын. Абайдың өзі өлеңінде айтады ғой, өлсе өлер табиғат, адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менімен менікінің айрылғаным өлді деп ат қойыпты өңкей білмес дейді. Сондықтан да Абайдың өзі өлсе де біздің артымызға үлкен мұра қалдырып кетті. Сол кісінің сөзін мінекей біз бір-бірімізге білім алмасып түсініп отырмыз. Сондықтан да барлықтарыңызға үлкен рахмет. Жас ұстаздарымызды қараңыздар, қандай керемет, жан-жақты, сіздерге көптен көп рахмет. Енді әрине айтып жатыр ғой, что Абай Кунанбаев можно говорить бесконечно, вечно, да, но мы должны соблюдать, как говорится, все условия игры. Также до этого мы сказали, что во время пандемии у нас, так как у нас все время уақытымыз бәрі бізде шектеулі, сонымен енді келесі сөз кезегі ойын қорытындысын шығару үшін төрешілерге беріледі. Ең маңызды сәт. Тоқтанат сөзін тоқтата келеді. Сөз кезегі колледж директоры, нөмір 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінде Газиева Мадиша Таскалиевнаға. Және біздің Алматы қаласы білім басқармасы қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығының техникалық және кәсіптік білім беру бөлімінің жетекшісі Сүлейменова Жанеловна. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар. Мен жастарға сенемін деп ақын Мағжан Жұмабаев жылағандай,
міне бүгінгі жастарымызды біз көріп өте қуанып отырмыз. Жас ұстаздарымызды керемет бүгінгі интеллектуалдық танымдық ойында өздеріңіздің керемет ойындарыңызды көрсеттіңіздер. Және әрқайсыларыңыздың білімділіктеріңіз барлығы көрініп тұр. Сондықтан сіздерге бүгінгі техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының жас ұстаздарына колледж әкімшілігі атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздерге әрқашанда сәттілік тілейміз, еңбектеріңізге үлкен шығармашылық табыс тілейміз. Алғыс хат техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының жас ұстаздар арасында Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай қашықтықтан өткізілген Абай әлемі қалалық әдеби танымдық интеллектуалды ойынға қатысқан үшін Сабыр Ұлдана Бақытқызы марапатталады. Педагог колледждің директоры Ендігазиева Мағишат Тасқалиевна және колледж ұжымының атынан Абайдың «Сенде бір кірпіш дүниеге» атты оқулығы мен марапатталады. Ал құтты болсын. Осындай мәтінде Тұрсын Ботагөз Сейілханқызы. Мен кітаптап берсін. Осындай мәтінде Жеделова Қарлығаш Құрманғазықызы. Қалмет Жансая Бағдатқызы. Мұбарак Назерке. Алихан Абылқасым Карулы. Көпенова Айым Ерланқызы. Асранқұл Ернат Абдыразақұлы. Дәуренханова Жанар Жұмаханова. Рахмет. Ал енді құрметті әріптестер, бүгін өзі бір керемет күн болды. Жалпы осы іс-шараны ұйымдастыру барысында осы аталмыш педагогикалық колледжбен ақылдаса отырып, қатысушылар кімдер болғаны дұрыс деп ақылдасқан едік. Сол кезде бізге бірден осы жас ұстаздардың арасынан осы қатысушы ретінде жас ұстаздарды таңдайық деп таңдаған едік. Мен бүгін сондай көңілім толып отыр. Өйткені мен жас ұстаздардың арасында емес, бір ақындардың арасында отырғандай бір сондай күй кешіп отырмын. Бүгінгі іс-шарамыз өте белсенді, өте сіздердің сондай бір өз істеріңіздің жаста болсаңыздар маман екендеріңіздің бір көрсеткіші ретінде болып отыр. Сондықтан осы іс-шараны жақсы бір өзіміз ойлағандай деңгейде өтуіне сіздердің атсалысқандарыңыз, осы бүгінде белсенділік танытқандарыңыз үшін сіздерге рахмет. Енді бұл кішкене болса да іс-шара, дегенмен де бұл да бір сайыс іспеттес. Сондықтан сайыс болған жерде білесіздер, марапатталушылар да болады. Енді бүгінгі сайысымыздың қорытындысын айтпас бұрын, бізде енді қазақ халқы жалпы қонақжай халықпыз. Мен төреші ретінде осы жерде әзіл-қазылар құрамында отырғандықтан, мен енді бұл жердің, осы жердің педколледждің оқытушылары қайсы екенін, не болмаса сырттан келген оқытушылар қайсы екенін біліп отырған жоқпын. Сондықтан мен көрсеткен едім, мына кісі бірінші орын, екінші орын деп. Бірақ осы қонақжайлық танытып, педколледждің басшысы Мағишат Тасқалиевна
менің оқытушыларымды қажет емес. Мен ол кісілерге өзім рахметімді айтамын. Өзім осы іс-шараны ұйымдастыру барысында да олардың деңгейін білемін. Сырттан келген оқытушыларды марапаттаңызшы деп өтініш жасады. Сондықтан енді біз қазір осы іс-шараның техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының жас ұстаздары арасында Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай қашықтықтан өткізілген Абай әлемі атты қалалық әдеби танымдық интеллектуалды ойынның 3-ші дәрежелі дипломымен Жеделова Қарлығаш Құрманғазықызы. Дәл осындай мәтінде 2-ші дәрежелі дипломмен Мүбарак Назерке марапатталады. Молодец, жарайсың, молодец. Назерке. Назерке, құттықтаймыз, жарайсың. Құтты болсын, молодец, так держать, керемет. Молодец. Молодец, Назерке. 1-ші дәрежелі дипломмен Көпенова Айым марапатталады. Айым, жарайсың, құрбым. Ал енді құрметті әріптестер, бүгінгі міне біздің жас ұстаздарымыз және көрермен болып отырған қатысушыларымыз. Жалпы бүгінгі болып отырған іс-шарада сіздер түрлі әдіс тәсілдерді көрдіңіздер. Басқаша форматта ұйымдастыруға біз барынша атсалыстық. Сондықтан осы іс-шараны ұйымдастыруға 100% өздерінің күш-жігерін салған 1-ші педагогикалық колледжінің басшысы Мағышат Тасқалиевна сізге және сіз басқарып отырған ұжымға, Әсем Батырхановна сізге және сіз бірге жасаған осы командаға және сонымен қатарына бүгінгі тапқыштар командасына және бізге сондай жаңағы өте терең, мағынасы терең сұрақтар қоя білген білгіштер командасына алғысымызды білдіреміз. Сонымен қатар тағы бір айта кетейін дегенім, осы қолданылған әдіс тәсілдерді өздеріңіз білесіздер. Қазір білім басқармасы тарапынан сіздердің сабақтарыңызға қатысу, кестеге сай қатысу жүріп жатқанын білесіздер. Кейде сабақтарға қатыса отырып, осы сабақтардың ішінде ешқандай технологияны, ешқандай әдіс тәсілді көрмеген кезде сондай ішім ашитын жағдайлар болып отыр. Бүгінгі күннің өзінде қаншама әдіс тәсілді көрдіңіздер. Осындай әдіс тәсілдер сіздердің сабақтарыңызда әрі қарай жалғасын табады деген үміттемін. Рахмет барыңызға. Рахмет Гүлнар Жәлеловна. Біз енді міне бүгінгі жаңа айтып өттік, сәті түсіп тұрған күн екен. Барлықтарыңызға да бүгінгі ұйымдастырылып отқан іс-шараға қатысқан барлық жас ұстаздарға тағы да колледж әкімшілігі атынан, колледж ұжымының атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Және осы іс-шараға колледж әкімшілігі, колледж ұстаздары бір кісіде осы іс-шара белсенді тасынан айымдастырып жүгіріп жүрген осы жерде колледждің директордың оқушы мен орынбасары Әлімжанова Әсемгүл Батырханқызына рахмет айтамыз. Және жалпы және кәсіптік білім беретін пәндік циклдік комиссияның төрайымы Алма Өлбековна, Қазақ мен әдебиет әдістемелері пәндік циклдік комиссиясының төрайымы Еркін Төлентаевна, шетел тілдері және оқу әдістемелері пәндік циклдік комиссиясының төрайымы Замира Сембаевна, музыкалық жағынан көркемдеуші Айдана Қайратқызы, және міне көріп отырсыздар барлық техникалық жағынан күнделікті осы жерде барлығын реттеп отырған біздің программистіміз, техник программист, техникалық жағынан көркемдеуші Айтбаев Елдос Әкімбекұлы, және өзіміздің студентіміз Төселбаев Құмар. Сондықтан мына жерде мен колледждің директорының және колледж әкімшілігінің атынан алғысқа техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының жас ұстаздар арасында Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай қашықтықтан өткізілген Абай әлемі атты қалалық әдеби танымдық интеллектуалды ойынды жоғары деңгейде ұйымдастырушы Қапасова Алма Өлбекқызы Еңсенова Еркін Төлентаевна,
Симбаев Елдос Әкімбекұлы. Олимпияева Замира Симбаевна. Кесельбаев Кумар. Рахмет барлықтарыңызға, кездескенше сау саламат болыңыздар. Еще раз. Вот и конец. Вот и подошла наша игра. Сонымен хотим, конечно же, поблагодарить всех. Спасибо сказать всем участникам. Мы уверены, что этот праздник души останется в каждом сердце участников игры. Сонымен Нет. Жас үлкен ағасы он шақтыма колледж қатысты. Соның ішінен екінші орын алды. Бірінші нені орынды жазып. Ай